тақырыптың атын қалай қоямыз? Мана айтып кетіп едім. Ұлы дала едіңіз бе, мәңгілік ел дедіңіз бе? Мәңгілік ел, ұлы дала. Қазір бұл құпиясы ашылмай отырған тарих қой. Қазір тарихты ашып жатырмыз құпиясын. Таңбаларға қараған кездері маған тарих түсіп тұр ғой, Қазақстанның тарихы түсіп тұр ғой. Өйткені адам баласының бәрі қияметте қазақ жеріне жиналады көбісі. Мұхаммедтің миссиясы бітті деді. Енді ары қарай өзіміз аламыз деп тұр. Қолға деп тұр жаңа. Ішімде тұрған біздің ішімізде тұр. Аруақ біздің ішімізде тұр. Барлық нелердің ұстанатын діні пайғамбарлардың осы дін. Мировой религия дейді. Зороастризм. Біздің ішімізде мысалға тұр ғой, екі нәрсе тұр, ақ пенен қара тұр дейміз ғой, түсінің бе? Аруақпен деп тұрған солар. Біз еш жақтан ақпарат алып отырған жоқпыз. Ішіміздегі нәрсе бізге соны сырттан шығарып отыр. Мына жағы әйелдердің заманы, мына жағы еркектердің заманы болды. Екі күні бар қазақтың, батыстан және шығыстан шығатын. Қазақтың екі баласымен байланысты тұр. Ақ арыз, жан арыз, бек арыз деп тұр ма? Ол сөздердің бәрі жұмбақ сөздер ғой, олардың тарихы несі қазақпенен байланысты болып тұр ғой. Қиямет қайымның бәрі қазақпен байланысты тұр ғой, ұлтпенен. Шыңғыс хан өйткені көк тәңіріне сыйынатын зороастризм дінінің адамы. Оянған адам ешқашан біреуге жаман сөз айтпайды, жаман комментарий жазбайды, жаман ойламайды. Оянған адам үлкен бір ғылым тұр ар жағында, білім тұр. Біреу мүмкін ойлар, мынау қуылмай екен деп. Бірақ ой бар адамға терең ақпарат бар. Енді келесі схема, мынандай схема келді міне. Үш бұрыштар келді. Дөңгелек дүниенің ішіне мына үш бұрыштарды салдым мен. Ойланып отырып, үш бұрыштар келіп жатыр. Осындай ақпарат келді. Ата жолына келіп жатыр ғой жаңа неден. Үш бұрыштар түсіп жатыр. Қайта үш бұрыш түсіп жатыр дөңгелектің ішіне. Мен сосын салдым ғой мына үш бұрышты. Мына ішіне сала бастадым ол үшін. Суреттеді. Сөйтіп саламақтар уже біздің тарихымыздың несі ғой мынау. Схемасы ғой, короче. Мына үш бұрыш, мынау біздің мынау патшаларымыздың заңыменен өмір былайша айтқанда. Бәйтеректе осындай үш бұрышқа қол қояды. Ол ненің белгісі? Пирамиданы соқып қойыпты ғой, пирамиданы еске алып отырмын. Енді мына үш бұрышта біздің жаңағы қара жолымыз десек болады. Екі жолымыз бар біздің. Біреуіміз қара жол десек, біреуіміз ақ жол. Ақ жолымызда да тозақ бар, қара жолымызда да тозақ бар. Қара жолымызда да жұмақ бар, ақ жолымызда да жұмақ бар ол. Сонда біздің жолымыз бір жолда кетіп баратырмыз да, бірақ екі заңымыз бар. Біреуміз Құдай дейміз да, Құдайдың жолы дейміз, екінші жаңа патшаның жолы. Екеуі де Құдай болып тұр ғой бізге. Түсіндің ба? Екі Құдайымыз бар да біздің. Бір Құдайымыз көзімізге көрінбейді. Түсіндің ба? Оған сенеміз. Екінші Құдайымыз біздің патшамыз бар. Ол да бізге заң шығарып, соның несіменен өмір сүріп барады. Амал жоқ, соған бағынамыз. Бағынбасаң да бағынасың. Бағынасың да бағынасың. Келе ме келмей ме деп бағынасың. Бағынасың сен өйткені, сен ұстап отыр, байлап ұстап отыр ғой сені. Сен сонымен өмір сүргің келеді ғой сен. Дұрыс. Сонымен мақтанасың сол. Қаршық шықпа деп оны. Айта беріңіз. Енді мынау спускі мынау біздің қазақ ұлтының мынау қазақ ұлт дей берейік. Мынау біздің ұйқыға кететін кезіміз. Мынау біздің сол жолда біздің оянып жүретін кезіміз мынау. Біз қазір ұйқы кезі емеспіз бе осы? Біз қазір төбеге биіктікке қарай кетіп баратырмыз қазір біз. Биікке қарай кетіп баратқан кезіміз қазір. Эволюция қазір біз дамып. Дұрыс. Бір-бірімізді түсінбей. Бір-бірімізбен етіп төбеге келдік қой. Пікір талас бәрі міне қазір. Біз биікке көтерілдік мына жерден бастап міне. Мына жерде мына тазарудан кейін біз ұйқыға кетеді қазақ уже. Қайдадан? Мына жерге дейін мына сауда саттық келгенше біз ұйқыға кетеміз. Сауда саттық келген кезде оянамыз біз уже. Айқай басталады уже. Сауда саттық деген уже сата бастайсың ғой сен уже. Сату басталады. Сіздің нелеріңізге қарап отырып, Бақтыбек Талқанбаев ағамыздың суреттері ойыма келеді да. Ол деген енді ғарышпен байланысты суреттері. Осындайлар нелер бар енді символдар онда. Ода да көрдім ғой оны мен. Ода да сол қайталап тұр. Мен айтқандарым сөздерімнің бәрін қайталап тұр олда. Сіз қайталап тұрсыз ба? Ол қайталап тұр. Бір-біріңізді толықтырып тұрсыз ғой? Бір-бірімізді толықтырып тұрмыз қазір. Дұрыс болар солай. Енді мына жерге келген кездері, мына сауда саттық келген кездері ояна бастаймыз. Сауда саттық астына ұлу түсіп тұр, ұлу.
түсіндің ба? Міне таразының астына ұлу түсіп тұр ғой. Ұлу деген біз қорғанысқа көшеміз, уже біздің жерде малдарымызды ұрлай бастайды, уже сауда-саттық келгеннен кейін. Адамдар бірінің малын бірі ұрлай басталады. Түсіндің ба? Мына жерге дейін ондай болған жоқ. Жай барақат өмір сүреміз, мына жерде ұрлық деген жоқ. Түсіндің ба? Мына жерде дәуір келді уже. Жұлдыздар уже өзгертіп отыр бәрін. Түсіндің ба? Аспанда. Білмеймін, біз 30 жыл ұрлап отыр деймін, білмеймін. Сен тарихың солай болыпты. Мына жерге келген кезде белгілеп қойыпты ғой, енді ата бабаң белгілеп қойыпты ғой сені. Түсіндің ба? Ұлы менен адамдар бұның бәрін зерттеп қойған ғой уже. Осы жерге келген уақытта біз ояну бастадық. Бейітші, ұрлану уақытынан кеттік па, кеткен жоқпыз, әлі ұрлап жатырмыз ба? Әлі ұрлап жатырмыз. Ол уақыт кетпейді, ол бізді жабыстырып алдық, біз қаралықты бойымызға алып бара жатқан кез ғой уже. Басталады ғой мына жерде, ояну басталады ғой уже. Мына былай қарай уже қаралықтың заманы жатыр ғой, түсіндің ба? Ақша деген уже адамды нете бастайды ғой, өзгерте бастайды ғой уже. Мына жерде енді ұлумен белгілеп қойған қорғануға басталады да, уже малдарымызды күзете бастаймыз да, уже болды. Мына жерде мынау нешінші ғасыр мынау? Білесің бе? 10-ші ғасырлар ма жаңағы? 9-ші ғасырлар мына жерлер енді. Мына жер 500 жыл, мына 5-ші ғасыр. Қайталанып жатыр ғой. 10-ші ғасырдағы құндылықтар пайда болады. Дұрыс па? Соған жақын енді. Бізде мына былай қойғаны міне сол ояну міне. Ояну процесі басталды қазақта уже. Түсіндің ба? Қазақ ояна бастады уже. Қазақ мына жерге дейін шындықты айтып келді, шындықпен өмір сүріп келді. Мына жерге келіп ояна бастады, шындықпен өмір сүруге болмайды уже. Ұрылар шықты уже, ақша шықты уже. Түсіндің ба? Мына жерден біз мына жерге дейін сол оянумен келеміз. Мен қазақпын деп мына жерде ояну басталады. Мына жерде Шыңғысхан шығады мына жерде, түсіндің ба? Шыңғысхан қазақ негізі, түсіндің ба? Оны да дәлелдеп те қойды адамдар. Міне Шыңғысхан мына жерде қайталайды, тарихты қайталап кетеді Шыңғысхан. Мына жерге келген кездері, міне близнецы, егіздер ерасы бұл жаңа нені білдіріп тұр? Бірігу басталады уже мына жерде. Мына жерде уже қазақтар мына ненің әйелдердің несіне кіріп кеттік біздер уже. Түсіндің ба? Ерасына кіріп, дәуіріне кіріп кеттік. Мына жерге келген уақыттар уже орысқа ауысу керек уже енді. Қазағының орысты жиенім дей ма? Мына жерде билік орысқа ауысады енді. Қаласаң да қаламасаң да тарих солай кетіп тұр. Оны білмейді ғой оны. Қазір біз біліп айтып отырмыз ғой қазір біз. Шындыққа ашылған кезде тазару ерасы болғандықтан біз қазір құпияны ашып отырмыз ғой қазір. Түсіндің ба? Мына жерге келген кездері міне қазақ уже биікке қарай көтерілу болса, қазаққа конкурент шығады уже. Орыс конкурент болады уже қазаққа. Түсіндің ба? Орыс таласады бізбен уже, билік оларға берілейін тұр уже. Қазақпен талас басталады орыстың арасында. Қазір басталып жатыр ғой. Сол продолжениесі ғой енді білетін уақытына келіп тұрмыз ғой біз енді. Қаншама жеріміз қазір Ресейге кетіп қалды. Енді орыс дәуірі келіп тұр ғой, орыстың дәуірі келіп тұр ғой. Әйелдер дәуірі, орыстар да әйелдер дейді ғой. Совет үкіметі, ақ патша деген сол орыстардың дәуірі ғой. Енді сол әйелдік дәуірге кіргеннен кейін уже заңдылық бойынша орысқа беріледі билік. Қалай болса да орыстар алады, өйткені орыстар тереңге қарай кетіп барады, ілім қуып барады. Қару жарақ шығарып жатыр. Орыстарды ар жақтан тіреп тұрған Европалар болды ғой, жалпы. Европа орыстың жауы ғой. Түсіндің бе? Жоқ, енді орыстарды қадағалап, басқарып отырған Европа болды кезінде. Енді білмеймін ол жағын енді. Жерде орысты енді Екатерина келеді ғой. Екатерина неміс қой сол. Екатерина неміс қой енді. Басқарып отырған Европа. Екатерина келді. Европа орыс арқылы бізді басқарып отыр. Соны түсіну керек. Басқарған, по крайней мере. Басқарса енді орысты дамыту керек болды ғой енді. Петр Первийдің өзі сол Европаға барып үйренген жоқ көп нәрсе. Енді сол дұрыс. Екатерина оны жалғастырды уже, отарлау ерасы келіп тұр уже. Қазаққа конкурент болып, қазақты қайтып бәрі жеңеді. Қазақ мына жерде былай биікке қарай өрлеу басталады, қазақтың психологиясы өзгере бастайды уже. Әйелдік эраға кіріп кеттік енді біз. Қазақ мына әйелдік эраға, қазақтың несі еркек болып белгіленеді несі. Жаңағыдай. Несі таңбасы ма бірдеңесі уже қазақты еркек дейді, европалықтар әйел болып нетіледі. Дұрыс. Сөйтіп белгілейді ұшым. Түсініп тұрмын, мөшір түсініп тұрмын. Нелер айтады солай. Жұлдыздар. Солай бөлінеді үшін. Сондай келеді ақпарат жүйесі. Сондай ақпараттар бар шығып жатырған сонда. Естігенді айтып отырмын ғой, сонда
бөлінетіні әйелдері, өйткені әйелдік дәуірге кіргеннен кейін уже орысқа беріледі. Заңдылығы бойынша енді дүниенің сценарий бойынша короче солай кетеді. Кезінде біздер орыстарды бағындырып, орыстарды билегенбіз. Одан кейін енді біздерді орыстар биледі. Алма кезек. Қазір енді қақтығыс болып жатыр. Қақтығыс болғанда енді тартыс болып жатыр. О дүниеде де тартыс енді кімнің арасында болып жатыр тартыс? Тоқаев пен Путиннің арасында тартыс болып жатқан жоқ ешқандай. Тартыс болса сен мен менің арасында или басқа бір мемлекетке қарсы түсіргендердің арасында болып жатқан шығар. Или болмаса жаңағы ұлтшылдардың арасында жаңағы анау жаман мынау жаман деп жүрген. Мына жерде патшалардың бәрі бір-біріне байланып тұр олар. Ба? Олар сөйтіп тыныштықты сақтау үшін бір-бірімен байлаулы олар. Дұрыс. Бірінің айтқансыз бір нәрсені істей алмайды олар. Дұшпан қайнап кетеді бір-біріне. Көршіңмен тату-тәтті өмір сүр дейді ғой олар. Біз орыспенен сол себептен олар бірінші орында тұр. Орыспенен біз тату-тәтті өмір сүру керекпіз біз. Өйткені орыс қазір ұлы империя болып тұр қазір. Ыдырап жатыр ғой енді. Енді ыдыраса ыдырайтын бұл уақытына келген кезде ыдырайтын шығар енді. Ыдырап жатыр ғой енді, сол келді ғой ыдырау уақытына. Басталып жатырған шығар енді ыдырау. Енді басталып жатырған шығар енді. Сен санап отырсың ғой енді сол. Солай болса солай да шығар енді. Енді бірақ біз келіп тұрмыз ғой сол. Ыдырайтын кезіне келіп бұл жерде орысты ешкім жеңбейді бұл жерде. Табиғат бәрін істейіп тұр ғой. Иә. Соғыс тоқтайды өйткені деген. Әркім енді өздерінің жанын алып қалу, аман алып қалуды ойлайды осы бұл жерде өше. Мен мына соғыс басталғанда айттым бе, қойыңдар. Ұлт ретінде, мемлекет ретінде құрып кетесіңдер деді. Украинада, Россияда соған көздері жеткесін барып тоқтайды бұлар. Көздері жеткеннен бір жағынан қиямет келіп тұр ғой міне. Қиямет келіп тұр. Климат өзгеріп жатыр қазір. Әлі климат өзгереді әлі, түсіндің бе? Ол табиғат деген ол сен қарамайды уақытыңды, сен минут секундтың ішінде өзгеріп кетеді. Әрине. Ақпараттар келіп жатыр. Ол түрлі адамдар айтып жатыр не болатынын да, бірақ сезім жоқ адамдар, сенбейді адамдар да уже адамды нашар жаратып қойып тұрады. Сезімге беріледі. 3-4 ұғымда сөйлеп тұрғаннан кейін адамдар, әр адамның өз шындығы бар, адамның өз түсінігі бар. Бір сөзде 3-4 сөз, мысалы Құдай деген сөзді 4 адам 4 түрлі түсінеді. Біреу айтады Құдай бар дейді, біреу айтады Құдай жоқ дейді, біреу айтады әруақ бар дейді, біреу айтады тәңір бар дейді. Иә. Түсіндің бе? Бір сөздің өзі 3-4 ұғыммен сөйлеп тұр. Әрқайсысы бір-біріне қарсы келіп тұрған сияқты. Суретке көшейік, Енді мына біздің биікке көтерілетін кезіміз міне, төбеге шығатын кезіміз міне. Біз қазақ ұлты төбеге шығу керек, биікке. Биік деген сөз, биг арыс деген сөзбен байланыста тұр. Биг арыс, түсіндің бе? Мына жерде өзгеріс міне. Түсіндің бе? Қазір айтамын мен жерге. Биг арыс, ақ арыс, жан арыс деген сөздер құпия сөздер олар. Түсіндің бе? Ол сөздердің мағынасы бар. Енді мынандай үшбұрыштар келіп тұр, төмен қарай түсіп кетіп тұрған үшбұрыштар келіп тұр. Мынаған қарама-қарсы. Үшбұрыш бір-біріне қарама-қарсы. Мынау біздің дін жаңағы Құдайдың жолымен жүретін жолымыз. Пайғамбарлардың жолы. Неге мына жерде пайғамбар? Бұл да солай болып тұр. Мына жерде ұйқыға кетсе қазақ не? Мына жерде подъем басталады. Түсіндің бе? Духовный возрождение. Духовный өзгеріс болады. Духовный өзгерістер болады. Мына жерде оянамыз біз былай қарай, түсіндің бе? Мына жерде батырлар. Осы екі процесс бірге жүріп жатыр да? Екеуі бірге жүріп жатыр бір неде, бір әлемде. Енді міне осы жаңағы діни жолымыз енді. Діни жолымызда енді мына жол сияқты, бірақ бұл наоборот келіп тұр да. Бұда да ұйқы бар, бұда да подъем бар, бұда да жаңағыдай ояну бар. Сол айтып отырған мына екі процесс бірге жүріп жатыр. Иә. Мына жерде осы жерде міне өзгеріс болатын не. Мына батырлар дәуірінде уже қантық эра келіп тұрған кездері Мұхаммед пайғамбардың келіп өзгертетіні мына жерде бұрады адам баласын. Мына жерге келген кездері Шыңғысхан бұрады, мына жерге келген уақыттары дінді. Шыңғысхан бұрады. Мына жерге келген кездері жаңағы большевиктер бар ма? Лениннің кезінде осы кезде келген уақытта ояну басталады тағы да. Ояну процесі жүреді бұл жерде. Егемендік ала бастайды. Ұлттар бәріміз бірдейміз деп Ленин айтады ғой. Құдай жоқ, бәріміз бірдейміз дейді ғой. Бәрі ұлттай бірдей болып жасау керек. Пролетарий всех стран соединяйтесь деп шындықты айтады ғой ол, түсіндің бе? Ол шындық ол айтылып тұрған. Өзінше шындық болып тұр ғой. Түсіндің бе?
Осы кездері әрбір ұлт өзінің несін дамуына кірісіп кетеді ғой. Ұлттардың бәрі міне оянып кететін себебі мына жерде ояну басталатын себебі. Технический прогресс, промышленный прогресс деген сол болды. Дамыды ғой бәрі енді. Бәрі 15 республика деп келді ана. 15 республиканың бәрі өзін дамыта бастады ғой, өзінің ұлттық қаласын соғып не етіп, өзінің ұлттық дәстүрлерін бәрін көтеріп, әндерін айтып. Әндерін айтқанда көбінесе мына промышленность болды. Енді біздер деген көшпенділер болып жүрдік, отырдық. Свет келді бізге, газ келді. Енді сол процесс болды ғой енді. Ондай жоқ, біздер бәріміз бірдейміз деді ғой енді. Сол дәуірге уақыттар уже бізде ояну басталды. Ұлт бізде емес, бүкіл ұлт ояна бастады, 15 республика. Әрине. Бүкіл әлем дешейші. Әлем ояну бастады уже. Бұл жерде жаңағы америкалықтарға, жаңағы европалықтарға конкурент болды ғой, орыс уже. Большевиктер конкурент болды, қатты конкурент болды. Екеуінің арасында тартыс басталды ғой. Ояну процесі жүріп кетті бәріне. Сонымен оянып келдік, мына жерге келген уақыттар енді қазір біз шындық ашылайын. Қазіргі болып отырған уақиға енді. Қазақ жеріне қазір Сарыарқаның сары даласына ақпарат келіп тұр деп ана кімдіге түсіп отыр ғой, Сипраменен. Марат Әміреев айтып отыр. Сарыарқаның сары даласына жындар еліне ақпарат келіп тұр деді ғой. Жындар? Жындар елі деп кең даланы иесі жындар дейді. Өйткені біздің ішімізде жын бар. Әрине, әрбір адамда қара қуат бар, қара қуат ол. Жын деген енді оның жаңағы не сөзі ғой? Қара қуат. Груби айтқан, груби. Ал былай айтқанда ол сенің қара қуатың. Ол қуаты сен, қуат болмаса сен қимылдап жұмыс істеуің қиын болады сен жаңағы. Міне. Осы жерде енді қазір ақпарат келіп жатыр қазір. Тылсымнан ақпарат келіп жатыр. Сарыарқаның сары даласында қазір аққұсыңқарлар ақпаратты алып келіп жатыр. Бізге осы жерге келіп тұрмыз біз қазір. Осы жердің тарихы қазір. Осы жердің тарихы жүріп жатыр енді. Осы жерде тарихты біз ашу керекпіз, не болатынын. Осы жерде не болады? Соның бәрін ашып тастау керекпіз біз, түсіндің ба? Сол себептен жаңағы нелер әр уақытта бізге информация беріп жатыр, ақпарат беріп жатыр. Енді мына жол бойынша енді біздің жерде біз шындыққа қарай көшеміз. Интернет жұмыс істеп тұр. Ешкім ештеңені жасыра алмайды. Сен айтқан өтірігің ертең-ақ өтірік екенін айтып тастайды біреу. Ба? Өйткені барлығы адам сөйлеп жатыр. Қазір көкбөрілердің заманы. Өтірік айта алмайсың. Көкбөрінің заманы қазір. Мына отырған одинокий волктар отыр қазір интернетте. Шындықты айтып отыр бәрі. Блогерлар ғой. Блогерлардың сол одинокий волктар, бөрілердің заманы. Сол шындықты айтып отқанда одинокий волктар. Сол одинокий волктардың ішінен көкбөрі шығады енді. Көкбөрі шығу керек. Тарих бойынша енді мына жерде шындық болғанда, енді мына жерде в общем мынандай тағы сөздер бар. Қазір айтып жатыр интернетте. Білгіштер айтып жатыр ғой. Ілім білімнің шыңына шыққан адам Құдайды жоқ қылады дейді. Софылар айтып кеткен дейді. Ілім білімнің шыңына шыққан адам Құдайды жоқ қылады дейді. Софылар айтып кеткен оны дейді. Бұрындар дейді. Ана информацияларға айтып жатыр интернетте. Сенің ба? Неге Құдайды жоқ қылады? Бұл жерде қазір информациялар келіп жатыр адамдарға. Ана кімге де түсіп жатыр ғой? Жанат па, ана кім айтып жатыр ғой? Жаратушының уақыты келді. Алланы ұмытыңдар, Алланы босатыңдар деп жатыр ғой. Кім еді аты? Жанат Бақыт па? Ой, көрдің бе сен соны? Сыртынан естігенмін. Сол айтып жатыр. Неге айтып жатыр бұл сөзді? Сөз ғой бұл жерде жұмыс істеп тұрған, сөз жұмыс істеп тұр. Құдай деген сөз бар, жаратушы деген сөз бар. Екі сөз бар. Біз жаратушы деген жерге келген уақыттары сөзді қабылдаймыз енді. Құдай деген сөзді жаңағы бұл жерде жаңағы Нұх пайғамбардың зороастризмнің келуі, бұл жерде жаңағы Құдай деген сөзге Тәңір деген сөз келеді ғой бұл жерде. Конкурент болып келейін тұр ғой енді бұл жерде. Өзгеріс болады, шындық айтылады да бұл жерде. Құдай деген сөзге Тәңір? Тәңір деген сөз, уже Тәңір деген сөз үстем болады. Табиғат жоқ. Мына жерде Құдай деген сөзді біз айтпау керекпіз енді ары қарай. Алла деген сөзді. Түсіндің бе? Жаратушы деп сөйлеу керекпіз. Түсіндің бе? Шындық ашылайын тұр ғой бұл жерде. Заратризм деген сол заратушы деген сөзден шығып тұрған жоқ па? Жаратушы деген сөздің мағынасы заратризм. Жаратылып тұр дүниенің бәрі, өзінен өзі жаратылып тұр дүниенің бәрі.
Төрт нәрседен жаратылып тұр. От, су, ауа, жер. Осы төртеуінің құбылысынан адам пайда болып кетіп тұр мына жерде. Барлық нәрсе сол нәрсенің қосындысынан химия элементтері бар ғой, бір нәрсені бір нәрсеге қосып. Да соны айтып отыр ғой. Бір нәрсеге бір нәрсені қосып жіберсең, үшінші нәрсені пайда қылып жатыр ғой қазір, жұмыртқаны қолдан жасап жатыр қазір. Түсіндің ба? Значит, табиғаттың бәрі өзіне өзі жаратылып тұр. Барға айналады, жоққа айналады. Барға айналады, жоққа айналады. Бар болып тұр ғой. Адам да сол болып тұр. Сен дүниеге келдің, кетесің. Дүниеге келдің, кетесің. Үшеу дәлелденіп жатыр мынандай сөздер. Мынау жаңағы кімдерменен адам дүниеге 3 рет келеді дейді ғой. 2 рет еркек болып келеді, 1 рет әйел болып келеді дейді. Соны анау кім бар ғой жаңағы? Асан-Али Әшім ақпарат келіп тұр. Асан-Али Әшімді көрсетіп жатыр. Стенаны көрсетіп тұр. Асан-Али Әшім тұр, оның қасында жаңағы Наполеонның суреті ілулі тұр. Асан-Али Әшім арқылы, Асан-Али Әшім белгілі адам ғой, барлық адам біледі оны. Сол арқылы көрсетіп жатыр. Стенада тұр, жаңағы 2 сурет ілулі тұр. Сонда аруақ айтып тұр ғой. Мен бірінші Наполеон болып, француз болып келдім деп тұр. Қазір Асан-Али Әшім болып келіп тұрмын дейді. Қазақ болып келіп тұрмын дейді. Сосын үшінші ақпарат келіп жатыр, бір әйелді көрсетіп жатыр. Беті Асан-Али Әшімовтің беті деп тұр. Яғни Асан-Али Әшімов енді әйел болып келеді деп тұр. Соны аруақтар біздерге дәлелдеп тұр ғой бізге. Құраныңды да барлық неңді жаңағы дәлелдеп жатыр олар. Түсіндің ба? Оны түсінген адам түсінеді, түсінбеген адам түсінбейді. Осыны дүние дөңгелектеу керексің. Дүние дөңгелектесең бәрін түсінеді. Зарастризмге, енді мына зарастризмге нету керексің, жалғану керексің, көкке жалғану керексің. Түсіндің ба? Ата жолында ақпарат келіп, көкке жалғану керек деп, мына дінге жалғану керексің, ата бабаның дініне. Бұған жалғанбасаң, сен қиын жағдайда қаласың деп тұр. Түсіндің ба? Дінге жалғанбасаң? Мына дінге жалғанбасаң, мына дін енді саған предупреждение беріп тұр ғой, Құдай айтып тұр ғой. Сақтансаң сақтайын деп тұр ғой. Ары қарай. Өзіңді тапсаң Құдайды табасың деп тұр. Түсіндің ба? Бәрі бір нәрсеге келіп тіреп тұр ғой, Құдай өзіңсің дегенге келіп тіреп тұр ғой бәрі. Түп нұсқасына үңілсең, жаңағы 2 сөздің сақтансаң сақтаймын. Құдай енді сен күрең тамырынан да жақын деп тұр ғой. Сақтансаң сақтаймын деп тұр ғой, сен өзің айтып тұр ғой сен. Сен сақтансаң аман қаласың. Сені Құдай өзін демейді, бірақ саған жақын дейді күрең тамырынан да. Күре тамырынан жақын дегенде сен өзің Құдайсың деп тұр ғой, сен айтып тұр ғой. Сен ішіңде тұрмын деп тұр ғой. Мен жасап жатырмын деп жаңа айтып тұрмын, айтқан жоқпын ба? 2-ге 1-ді қоссаң 3 болмайды деп тұр ғой, ол айтып тұр ғой. Бізді қоса алмайсың өзіңе деп тұр ғой. Түсіндің ба? Біз екеуміз деп тұр. Ақ пенен қараны айтып тұр. Жақсы, ары қарай. Енді мына жерде шындықпенен өмір сүреміз. Біз енді шындық қазір тазару дегені біз шындыққа кіреміз. Шындықпенен мына жерге дейін өмір сүреміз. Нұх пайғамбардың заманы, Нұх пайғамбар айтып кеткен ғой жаңағы. Үш жерде предупреждение жасаған ғой адамдарға. Бәрі біледі ғой. Мен адамдарға әсте айттым, сыбырлап айттым, айқайлап айттым дейді. Олар паңдай салмасаң, паңдайсып кетті. Қазір айтып отырмыз, біздің айтқанымызға көп адамдар күліп отыр. Кейбіреулер бетіне ете салады. Енді Қасым-Жомарт ағамыз айтып отыр, лайықты адам деп отыр ғой. Лайықты актер деп отыр. Яғни түсінігі мол адам деп отыр оны. Жомарттығы бар деп отыр оны. Енді осы дініміз бойынша мына жерге келген уақыттар жаңағы конкурент келеді уже. Айттым ғой, Мұхаммед пайғамбардың шығатын себебі ол жаңағы Құдай деген сөзді тірілтуге мәжбүр болады. Өйткені мына жерде Мұхаммед пайғамбардың басынан тарихын нетсең, оқысаң, өзінің туысқандары Мұхаммед пайғамбарға қарсы шығатын жерде. Жаңағы Қағба үшін, Қағбаға талас болады. Патшалық дәуірдің жатырғаны ғой үшін, түсіндің ба? Сонда Мұхаммед пайғамбар мына жерде ойланады ғой, сонда ақпарат келеді ғой, оған жалған ақпарат келеді ғой, түсіндің ба? Мына жерде сен Құдайды тірілту керексің енді. Тірілтпесем еді адамдардың жағдайы қиын болайын тұр уже. Қандық дәуір келіп тұр өйткені. Қанға конкурент керек. Құдай деген сөзді тірілту керек. Сол себептен Мұхаммед пайғамбар намаз оқып, 5 уақыт намаз оқып, азан шақырып, Құдайды тірілтіп жібереді мына жерде. Сол кезде Құдайға жаңағы қанға конкурент болады уже. Қан өзімді Құдаймын деп айта алмайды. Құдай бар дейді уже адамдар.
болмаса мына жерде ана құранда айтып тұрған жоқ па, біреуге жақсылық істеу үшін өтірік айтуға болады деп, түсіндің ба? Өтірік айтып та жақсылық істеуге болады, шындықты айтып та жамандық істеуге болады. Түсіндің ба? Сол себептен мына жерде Мұхаммед пайғамбардың жаңа айтып тұрған сөзді сол мен алып келген дінімнен қорқамын деп, түсіндің ба? Өйткені мына жерге келген уақытта состояние қиын жағдайда қалады. Мысалға 70-ке бөлінеді деп тұр ғой. Айтып жатыр ғой қазір Мұхаммед пайғамбардан Құранда жазылып тұр ғой. Сен анау Ибрахимнің несіне сен деп тұр. Ибрахимнің сенгеніне сен деп тұр. Ибрахим Зарастризм дінінің несі тастан соқып кетті ана қағбаны. Сөйтіп айтып кеткен, 8 қара тас салып кеткен ішіне. Сөйтіп айтып тұр. Қияметте мына 8 қара тас мұсылмандарға куә болады деп тұр. Қара тасты қазір адамдар барып сүйіп отыр ғой. Қара тасты қалай сүйсең, 8-ді солай сүй деп тұрған, 8 қара тастың тұрған себебі, түсіндің ба? 8 деген пайғамбарлықты білдіреді. 8-ді меңгеру болады мына жерде. Түсіндің ба? Мына жерде қияметте шындық келеді. Шындықты сен қабылдай алмайсың. Өйткені сен өтірікпен өмір сүріп жатырсың. Өтірік алдап бір-біріңді. Алдамасаң болмайды. Алдамасаң өмір болмай кетейін тұр. Бір-бірімізді қырып жіберейін тұрмыз. Бір-бірімізді құл қылып жіберейін тұрмыз. Мына жерлерде болады ғой адамдар, өтті тарихта құл қылып сатады ғой адамдарды. Түсіндің ба? Қатты ашуланған жаңағы жынданған адам істейтін тірлігі. Түсіндің ба? Егер қанға конкурент болмаса, сондай заман басталып кетейін тұр ғой, қиын жағдай мына. Мына система өмір сүріп тұру керек қой, айналып тұру үшін бәрі лайықты адамдар келіп бәрі бірінен соң бірі бәрі. Сонда сен жаңағыдай өтірік айтпаса, өтірік пен шындық қатар келеді дейтін сол. Өтірік те керек бізге, шындық та керек. Келесі. Екеуі де керек бізге. Дұрыс. Келесі сурет қандай? Енді мына жерде сол неменен біз кетеміз мына жерге. Біз қазақ ұйқыға кететін кезі мынау төмен қарай. Қазақ өзінің көк тәңірімен кетеді. Түсіндің ба? Қазақтың кең даланы алып жатыр ғой, қазақ деген мына жерде. Қазақты меңгеру қиын болады. Мына жерде Шыңғысханның көк тәңіріне сыйынам дейтіні сол. Түсіндің ба? Мына жерде Шыңғысхан бәрін біледі ғой уже. Түсіндің ба? Шығыстан шығады күніміз. Шыңғысханның шығатын себебі сол. Шығыс деп тұрғаны қазақтың ортаншы баласы. Қазақтың ортаншы баласы шығады Шыңғысхан. Орта жүздің адамы Шыңғысхан. Мына жерде батыстан шығады күніміз. Ол қазақтың кіші баласымен байланысты. Не біз мына жерде ұйқыға келіп, мына жерде Шыңғысхан өзінің балаларына айтып кетеді ғой. Балалар қанға олар ғой, Құдай ғой. Мұсылмандықты қабылдай беріңдер дейді ғой. Тарихында солай жазылып тұр ғой. Шыңғысхан айтады ғой. Шыңғысхан өзі жаңа көктің несінде қалады. Шыңғысханды еще пайғамбар дейді оны, түсіндің ба? Кезінде оны адамдар қазақ үшін пайғамбар болып тұр ол. Біздің шығыстан шығатын күніміз ол. Күніміз. Осы ілімді ұғып тұр ғой. Мұсылманды қабылдай бер деген сөз, мына ілімді дүние дөңгелегін Шыңғысхан бабамыз ұғып тұр ғой. Зарастризмде ғой ол, зарастризм дінінде ғой. Көк тәңір деген зарастризм діні, түсіндің ба? Мировой религияда отырған кез ғой, шындықтың кезі ғой. Шындықтың бәрі сайрап тұрған кезі ғой, мына яқтың бәрі. Біледі ғой бәрі. Түсіндің ба? Сол Шыңғысхан мына алдында не болатынын біледі ғой ол, түсіндің ба? Сол себептен ол мына жерде болған тарихты қайталайды. Ұғып тұр ғой, иә. Қайталап кетеді бәрі мына жерде болған тарихты. Мына жерде Нұх пайғамбардың басында не болды, әруақтар не істеді, соны Шыңғысхан қайталап кетеді мына жерде. Жалайырмен байланысты еще. Ғарышпен байланып тұр ғой ол адам. Ақпарат алып тұрған ғой, байланып тұрған ғой. Қазақ біледі ғой, мына тарихын біледі ғой өзі. Діні сол деп дінін сөйлеп тұр ғой. Қазір бізде Мұхаммед пайғамбардың діні сөйлеп тұр ғой мысалға. Бәрін білеміз ғой біз қазір, түсіндің бе? Өмірдің бәрі не болатынын, қиямет келгенде не болатынын, Мағди шығатын қазір, Мағди деп жатыр бәрі. Оны жаңа ақпарат келіп тұр, ол қазақ жерінде тұр ғой бәрі. Әр ұлт өз еліне, өз несінен етеді деп жатыр. Іздейді деп жатыр, өзінен іздейді деп жатыр. Ал ол қазақ жерінде тұр деп тұр. Түсіндің бе? Ол адам. Мына жерде енді Шыңғысхан бұрады. Шыңғысхан бұрғаннан кейін жаңағы қандардың бәрі осы жерде күрес басталады, өрлеу басталады. Уже мына жер әйелдік заманға кіріп бара жатырмыз уже. Орыс конкурент болады мына жерде бізге. Екі діннің басы қосылады мына жерде. Шындық пен өтіріктің араласып қатты кірісетін кезі. Міне біреулері сенбейді, біреуі сенеді дегендей әңгіме болып, біздің салт дәстүрімізге қарсы келеді ол. Түсіндің бе?
арабтың салт дәстүрі. сол келіп отыр ғой. Мында сөйтіп екі арада осындай айқай шу басталады ғой, күрес басталады, даму басталады. Күрес болған жерде даму болады ғой енді. Мында Конкуренция бар жерде енді. біз қабылдау керекпіз қой мынаны енді. Исламды қабылдау керек, Мұхаммед пайғамбардың жолын қабылдау керекпіз қой. Өтірік айтпасақ біз мына жерде орыс бізді өлтіріп тастайды, қырып тастайды, орыс күшейіп бара жатыр уже. И так та қырылдық қой біз. Түсінбегендеріміз қырылдық. Мына жерге дейін келеміз біз. Владимир Ильич Ленинге дейін осылай бір-бірімізбен шайқасып, салт дәстүрімізге қарсы келеді. Мына жерге келген кезде ұқсата аламыз. Ленин келген кезде салт дәстүрімен өмірін түсіре бер дейді. Бәріміз бірдейміз дейді. Бәрі өз салт дәстүрін алады да даму үстіне кетіп қалады. Үш бұрыш болып тұратын сол себептен үш жолдың болатыны. Шындықпен де, өтірікпен де өмір сүреміз біз. Менің заңдылығы бойынша. И одан кейін мынандай екеуі қосылған кездері мына еврейдің несі шықты.